жүрегім, жаным, бауырым. Баласын әскерге жіберген шаңырақ бірер күннен соң ұлын жоқтап отыр. 18 жастағы Әлібек Қалбай 22 сәуірде Жамбыл облысындағы әскери бөлімшеде жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Бүгін туыстары оның жаназасын шығарды. Әлібек үйдегі 3 баланың ортаншысы. 2 ай бұрын колледж бітіріп диплом алған. Жұмыс істеп жүргенде военкомат шақырып, әскерге әкеткен. Қордай ауданы Отар ауылындағы әскери бөлімшеге борышын өтеуге жібереді. 18 сәуірде Әлібек ата-анасына аман есен жеттім деп хабарласады. Бұл олардың соңғы сөйлесуі еді. 4 күннен соң әскердегі сарбаздың бірі Әлібектің отбасына хабарласып, қаралы хабарды естіртеді. Марқұмның ата-анасы әлі ес жия алмай отыр. 23 сәуірде Қорғаныс министрлігі сарбаз таңертең сапта тұрғанда есінен танып, сол күйі есін жимады деп ақпарат таратқан. Әлібектің туыстары бұған сенбейді. Бұл жерде врач бізге айтты, дым жоқ деп, денесі сап-сау деп. Барғаннан кейінгі Әлібектің почкасы, ана оң жақ қабыртқалары майысқан, сүйегі көгерген, мына иығы да көгерген, мына почкасы бар ғой, мына қабырғалардың тұсы бәрі көгерген. Құлағының артында қан, себебі бастікі деп ойладық, бірақ кішкене құлағының артында жырылғаны бар. Әлібектің денесін Ақтауға жеткізген офицерлер қайтыс болған туралы куәлікті бермеген. Оны туыстары тергеушіден WhatsApp арқылы алған. Құжатты көрген соң оларда тергеу мен сараптама әділдігіне де күмән туады. Предварительный диагноз болады ғой, неден қайтыс болған. Сол диагнозда нақты несі жоқ. Причина смерти де неуточненная причина смерти деп тұрды. Сосын қапталында бір код тұр, ол кодты біз түсінген жоқпыз мән мағынасын. Осы медицинадан хабары бар, қасымызда бір медбике келініміз қарағанда, ол кодта орган пищеварениеден қайтқан деген сөз тұр. Сонда бұл жерде біздер бірден дейтін түсіндік, себебі кеше офицерлер, алып келген офицерлердің айтқан ертегісінде бала ектәлекі каши жеп қайтты деді ғой. Сол сияқты манағы экспертизамен де ауыз жаласып отырма деген бізде күмән бар. Туыстары әскери бөлімше қазаның шынайы деректерін жасыруға тырысып жатыр деп санайды. Олардың сөзінше, қазаға куәгер сарбаздың бәрі бір-біріне ұқсас жаттанды сөздер айтқан. Жақындарына командир Әлібек құлап қалып, кіші дәреті жайылып кетті деген. Медбике басқаша сөйлеген. Бала сип қойды деді ғой, енді жіберіп қойды, алып жатқанда. Су болды шалбар. Ал медсестра бірақ баланы қабылдайды, в каком состоянии бәрін айтады, бірақ сип қоймаған. Денесі құп-құр. Енді ұмытып қалғанда, киноға түсіп жатқан, именно сөз жерін ұмытып қалған. Жаттанды сөзін ұмытып қалған. Түкірік емес па, жерге құлады ғой, қақырық болды деп мен сұрақты жаудырып едім. Жоқ, шалбар тап-таза дым емес деді. Онда соны жаза қойыңыз деп мен жаздыртып алдым. Бүгін 25 сәуірде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев күш құрылымдарына сарбаз қазасын мұқият тексеруді тапсырды. Әлібектің жаназасына жиналған ондаған азамат істің әділ тергелуін талап етті. Сондықтан Тоқаев мырза, бұл жерде әділ шешім шығармасаңыз, мынау отқан Маңғыстау елі халқым ештеңеден тайнайын деп тұрған жоқ. Керек десеңіз, мына Ақтау қаласында акиматтың алдына барып митинг жасауға дайын ба? Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, қылмыстық кодекстің әскери қызметшілер қарым-қатынасының жағдайлық қағидасын бұзу бабымен іс қозғалған. Күдікті анықталған. Сараптамадан соң бұлтартпау шарасы бекітіледі. Қорғаныс министрлігі Әлібектің денесіндегі көгерген іздер қайтыс болған соң пайда болған дейді. Оқиға орнын қарау барысында құқық қорғау органдарының ресми қорытындылары бойынша, сондай-ақ мәйітке соттық медициналық сараптауды жүргізуде қаза болғанға дейін жарақаттар мен көгерулер анықталмағанын айта кеткен жөн. Қазіргі уақыттағы тері қабаттарының өзгеруінің бар болуы соттық медициналық сараптауды жүргізуімен және қаза болудың биологиялық процесімен байланысты. Қазақстанда әскери борышын өтеп жүрген сарбаздардың қаза болған жайлы ақпарат жиі шығады. Сарапшылар мұны қысым мен әлімжеттіктен көреді. Аян Қалмұрат, Тоқмолда Құсайынов, Азаттық ТВ.